Так, мынау біздің үйіміз. Мынау ас бөлмеміз. Сендер подадетін газовканы қара. Газовка. Вот дүние саған. Аяқ астында жатыр, мына кілем сияқты оратып отқан. Мына жақтары кәтөл табақтар. Морозильник. Ет қайда сендер? Ет жоқ. Мә, линолеум бәрін көтеріп тұрды онан қара. Ма біздің комната шкафтарды қара. Ё-майо. Шкаптар. Но линолеумды көтеріп тастаған ғой, прикинь. Мә, ненің яқты несі ұшы жыран қара. Ванныйдың астынан ететін. Мә, төсек көрпелерді қара. Жалған дүние дейтін осы екен. Жігіттер, бауырлар. Мынау коридордағы стол не жаққа келіп қалыпты ғой. Кілемдер, мә, диван. Телевизор аман екен тек. Аллаға шүкір оған да. Так. Ыдыс аяқ не жақта. Жақында бір жыл болды еще ремонт жасағанымызға. Бәрі көтеріліп кетті ғой. Маңғара. Ё-майо. Киімдер, анау-мынау. Аяқ киім қалқы жүр. Мүмкіндіккен. Ашып аяқ. Киімдер жартылай кетіп тұр екен. Ыдыс аяқтар орында тұр. Жайнамазымды қара мен. Құран кітап. Ё-майо. Ау. Неге? Үйің саңып көтеді екенсің. Неге? Жарып өттім аяқ не? Керек нәрсені шкафтан шығарып айтшы. Қара, мына үшінші ауыл, мына бері қарай түсіріңдер қара, мына үшінші ауыл. Мына тілестің шарбағына. Ақтас шарбақ 13 қатарына. Енді мына жерден қарана, жапты қарана, қоршақ қойған шипырларды қаршы, мына шарбақпен бірдей болып тұрына. Сонда енді қараңдаршы, мына жерге түсірші. Қара, үшінші түсіріне. Мынау дейтін барға, үшінші ауыл деген жеріне. Мына судар қарашы, арал болып тұр ғой, арал. Мынау дейтін мына айналмадағы көпір бар, көпірдің астынан кіреді. Ең бірінші біздің үшінші ауылға кіріп тұр мынау дейтін. Біздің үшінші ауылдың, мына үшінші ауылдың жігіттері бар ғой. Қарашы, түсіріп қойшы бәрінде. Мына үшінші ауылдың жігіттері ең мына кенеуден келіп тұрған мына суды ұстап жаңа күні түні ұйықтамай мына қара шипырлармен бөгет беріп мына айналмаға келіп соғады ғой су. Алып кетеді ғой. Соның бәрін жібермей шипырлармен бөгет қойып бар ғой. Үлкен су қоймасын жасап отырмыз. Қолдан үлкен су қоймасын жасап отырмыз. Мына дейтін құрсай дейтін ірзеңкі емес қонақ. Мына құтты жыртылып кетсе бар ғой, шайып кетеді мына ауылдың бәрінде. Ана екінші ауылға да молодец, мықты жігіттері. Анандай қылып қоршап көтеріп кетіреді. Бірақ Алланың қалауымен енді ар жағынан шығып кетті су. Кетіп қалды мына екінші ауыл. Бесінші ауылдың мына беттерде сол көпірдің ғой жігіттер жұмыс жасап жатыр. Енді мен таңғалатын бар ғой, сіздерге бір нәрсе айтайын. Кеше бәрін эвакуациялап жатыр, қашып жатыр. Қашатындар бар ғой, үлкендер, кемпір шалдар, әйелдер, сәбилер, положено оларға. Бұл жігіттер мынандай айналған еркектер сумкаларын арқалап ана кеше акиматтың алды автобус екі арысқа талас кетіп бара жатыр да. Біреуін шоқ айдап жатыр, біреулері опорный үйің бар, бейнеуің бар, ақтауың бар, қашып жатыр да. Кеше Боранқұлға баратын машина 1 сағаттық жер 6 сағат жүріп барды дейді, кептелістен дейді. Еркектер қаяққа қашып баратсыңдар? Өзің туған өлкелерің емес пе? Ел дос қорғамайсыңдар ма? Мынандай кішкентай сынақ болып жатыр, Құдайдан сынақ келіп жатыр екен де. Кімнің кім екенін өзің көрсеттіңдер ғой. Мына Сирияны қарашы, мына құттақандай сирена ойнаған дірілдеп отырсыңдар. Сирияда төбеден снаряд жауып тұр, кішкентай балдар бар ғой. Қайтпай, елімізді тастамаймыз, қашпаймыз деп отыр да, сендердікі не? Сосын Атырау жарық, кім айтшы Талғат? Атырау жарық. Біз ел тастап кеткен жоқпыз, өмір сүріп жатырмыз. Жарық қайда? Свет қайда? Кеше телефон соққымнан айттым ғой, ситуация деп айттың. Тағында басқа нұсқаларын қарап жатырмын деп айттыңдар. Бір күн болды ғой, не нұсқаны қарап отырсыңдар? Кішкентай балдар бар еді. Біреудің жылулары бар, мынау электрическиймен не бар жа? Қолдарымызды жуынбаймыз ба? Біз брошенный город емес. Біз ешкім тастап кеткен жоқпыз. Мынаның бәріне бар ғой. Кеше көп нәрселерді айттық біздер, қазір сақтап отырмыз. Ертең мынаның бәрі бітер иншалла. Ертең бар ғой, касаемый, осыған ауылды суға кетірген адамдар бар ғой, басымен жауап беретін болады. Сендер ойламаңдар, тактично былай құтылам деп та. Бұл Алланың қалауы, келіп жатыр. Бірақ
өзінің салалары бар еді, салалармен бөлініп барып өзінің Каспийге қарата құятын еді. Саланың бәрін, кернеудің бәрін бітеп бір арнаға әкеліп, міне Құлсарының үстінен өтетін қылып жасап қойған. Бұда саясат, елді кетіру мақсат болып тұрған сияқты. Сондықтан да кейбір блогерлер жаңағыдай диванда жатып алып, диван батырлар кәдімгі фейк страничкаларды ашып алып, ауызбай соғып, ананы жамандап, мынаны жамандап, сөйтіп жүріп, заказлы жұмыс жасап жүрген кейбір блогерлер естеріңді біледі, жиыңдар, көздеріңді ашыңдар, кімнің кім екенін біліңдер енді. Міне, 3-ші ауылдың азаматтар, рахмет бәріңе де. Ұйықтамастан жұмыс жасап тұр. Міне, ешкімнен ештеңе сұрап отқан жоқ. Енді мен таңғалып отқаным, өзі қиналып отқан халықты свет жоқ. Енді газды айырып тастаймын, қашыңдар, қашпағандарға бүйтеміз, сөйтеміз. Болмаса қапшық бермейміз, жаңағыдай құм бермейміз деп бар ғой. Ондай сандырақтарыңды қойыңдар. Ешкімді қорқыталмайсыңдар. Ешкімнен ешкім қорықпайды. Құдайдың қалауы басымызға салған көреміз. Біз кәдімгі соңына дейін тұрамыз. Міне, молодец. Бәріңе де қайтадан рахмет айтамын. Құлсарлықтар, бәріңе де рахмет айтамын. Құлсарға су кетіп қалуына бар ғой. Себеп болғандар көп. Неге? Ар жақ келетқан жағынан бар ғой. Ар жақ келетқан жағынан бар ғой. Ана Бегешжан жаман қомақ жағына жырып жіберетіндей мүмкіндіктер болды. Шешім шығара алмай, анаған сеніп, мынаған сеніп, анау дейік, мынау дейік, анағаға толтырып өтіп, боқ жеп тұрғанда су шайтта кетті мынағын. Көрдің бе? Ертең жауап бересіңдер. Кеше осы 3-ші ауылдың жігіттері ана Қамыскөлге барып шлюзді ашып келді. О да 3-ші ауылдың жігіттері жасап жүргендер. Кеше мына жерде ана мектептің мынау дейтін бір жағымен айдап батқан су, мектептің жағын мына судың күшін скорсын азайтам деп асфальтты қиғызып екінші салаға аудар. О да 3-ші ауылдың жігіттері. Ал рахмет айтып қойыңдар 3-ші ауылдың жігіттері. Сендер ар жаққа шығып кеткен кішкентай мынандай нелерге паникалап айтып, әртүрлі нәрселерді салып жатсыздар. Міне біз ұстап тұрмыз. Осылай ауызбірлікте болыңдар бәріңді. Пайда жоқ. Анаудан пайда жоқ. Өз күштеріңе сеніңдер.